Құрметті депутаттар, Тараз қалалық мәслихатының кезекті 4-ші сессиясына 27 депутаттан 22 депутат қатысуда. Қатысып отырған депутаттар саны сессияны ашуға мүмкіндік береді. Кезекті 4-ші сессияның жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, қоғамдық кеңестің төрағасы, ардагерлер кеңесінің төрайымы, қала әкімінің орынбасарлары, бөлім басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Сессияның күн тәртібі мен жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Депутаттарда өзгертулер толықтырулар бар ма? Жоқ. Онда сессияның күн тәртібі регламенті бекітілсін деген ұсыныс бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Сүреміз. Қарсы? Жоқ. Қалыс? Жоқ. Шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібінің бірінші мәселесін қарауға көшеміз. 2022 жылғы қалалық бюджеттің атқару туралы есебі бірінші мәселе бойынша Қазақстан Республикасының бюджет кодексінің 132 бабына сәйкес аталған мәселе өткенде мәслихаттың тұрақты комиссиясының бірлескен отырысында қаралды. Осы жерде мәселенің барлығын түгелдей қарап, осы жерде ұсыныстар нелердің бар, ескертпелердің бәрі жасалынды. Сондықтан қабылдауымыз керек. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Сүрейік. Қарсы? Жоқ. Қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесін қарауға көшеміз. Білім беру ұйымдарында балалардың демалысы мен сауықтырылуын қамтамасыз ету шараларының орындалуы барысы туралы. Кеше бұл мәселе біздің тұрақты комиссияның отырысында қаралды. Дегенмен де сөз Тараз қалалық білім бөлімінің басшысы Қожамжарова Раушан Пернешқызына беріледі. Негізгі мәселе болғандықтан да бүгін тыңдайық. Кеше көптеген ұсыныстар мен ескертпелер болды. Сондықтан да сіздердің қарауларыңызға тағы да ұсынылады. Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, құрметті мәслихат депутаттары, оқушыларды жазғы демалысын тиімді пайдалану үшін төмендегідей жұмыстар атқарылуда. Ағымдағы жылдың жаз айларында білім алушыларды жазғы демалыспен қамту, оның ішінде оларды сауықтыру бойынша жергілікті бюджет есебінен қаражат көздері қарастырылып, білім бөлімі тарапынан тиісті жұмыстар атқарып келеді. Дәлірек айтатын болсақ, 5 маусымнан бастап 14.819 баланың жазғы демалысы мектеп жанындағы демалыс алаңдарында ұйымдастырылып, және қала сыртындағы балаларды сауықтыру лагерлерінде 764 баланы бүгінгі күнге қамтып үлгеріп отырмыз. Бөлімге қарасты 62 білім мекемесінің жанынан лагерлер ашылып, бірінші кезең 5 мен 16 маусым аралығында және екінші кезең 19 мен 30 маусым күндері аралығында жұмыс атқарып келеді. Бірінші кезеңдегі 14.819 баланың ішінде 8.547-сі бір мезгіл тегін ыстық тамақпен қамтылып отыр. 7 білім нысанында күрделі жөндеу жұмыстары өтуіне байланысты аталған оқу орындарының білім алушылары жақын орналасқан мектептерде демалыс алаңдарын ұйымдастырып келеді. Олардың ішінде оқушыларды тасымалдауды қажет ететін 28, 34, 43 мектептеріне тасымалдау автобустары қарастырылып берілді. Жалпы 62 білім мекемесіне 1 мен 8 және 10 сыныпта білім алатын 66.871 баланың жаз айларындағы бос уақыттарын тиімді ұйымдастыру, демалыспен қамту тағы да жоспарланып отыр. Білім бөлімі балалардың жазғы демалысын 2 бағытта жүргізіп келеді. Нақтырақ айтатын болсақ, бірінші бағыт бойынша 20.792 оқушының демалысы ұйымдастырылды. Яғни 14.819 бала бірінші кезеңде, 2132 оқушы екінші кезеңге қосылып, мектеп жанындағы лагерлерде демалуда. Барлығы 16.951 бала қамтылады. Қала сыртындағы лагерлерде 3600 бала. Ата-аналардың өз қаражаттары есебінен қосымша қала сыртындағы және республикалық лагерлерде 241 бала демалады. Екінші бағыт бойынша балалардың демалысы мен бос уақыттарын тиімді ұйымдастыру жөніндегі шараларына 46.079 оқушы қамтылады деп жоспарлануда. Яғни, мектептер тарапынан қала аумағындағы тарихи мәдени орталықтарға ұйымдастыратын экскурсияларға және спорттық жиындарға 15.854 оқушы, кинотеатр көрсетіліміне 715, мұражайларға экскурсия жасау 2031, жүзу бассейндеріне 1230, тарихи орындарға экскурсия жасау үшін 4879, бұл жерде тарихи орындарды атап өтсек, өзіміздің қала аумағындағы Тектұрмас, Айша бибі, Қазақ хандығы, Қарахан, Көне Тараз,
осы кешендерде балалар тегін қамтамасыз етілетін болады. Сонымен қатар спорттық іс-шараларға 6999 баламызды қамтимыз. Білім бөліміне қарасты мектептен тыс 4 білім мекемелеріндегі үйірмелерге, сонымен қатар аула клубтарына, жекеменшік мекемелеріндегі спорт мектептеріне 20.175 оқушы қамтылады деп күтілуде. Сонымен қатар мектептердің жоғары сыныптарын оқушылары мен еңбек жасақтарында 10.050 оқушы қамтылады. Білім беру ұйымдарының контингентінде ерекше білім беруді қажет ететін 3279 бала бар. Оның ішінде 1749-ы мектепке дейінгі жастағылар, 773 бала мектеп жасындағылар. Анықтама үшін бұл жерде 757 бала басқа контингенттен болып келеді. Инклюзивті білім беру мен арнайы мектеп-интернаттарда оқитын колледж студенттері тағы басқа. Биылғы жаз айларындағы демалыста мүмкіндігі шектеулі балаларды да қала сыртындағы сауықтыру лагерлерінде қамту шаралары назарға алынды. Дегенмен бұл жерде Нұр бала қоғамдық бірлестігі ғана 15 мектеп жасындағы балалардың тізімімен білім бөліміне сұраныс хат жолдады. Бүгінгі күні осы тізімнен мүмкіндігінше 10 оқушының қала сыртындағы лагерлерде демалыстарын ұйымдастыру жоспарға енді. Бұл санаттағы балаларды не себепті түгел қамти алмаймыз? Осыған тоқтала кетсем. Бұл балалардың жанында тұрақты біріншіден қараушысы болуы керек, екіншіден дәрігердің ұсынымы бойынша ем қабылдауы қажет, үшіншіден дәрі-дәрмекті ішу тағы басқа проблемалық мәселелер туындауы себебіне байланысты бүкіл балаларды қамту мүмкін болмай отыр. Ең бастысы, жергілікті бюджеттен қарастырылатын бүгінгі таңда қаражат көзі мектептердегі аз қамтамасыз етілген отбасының балаларына деп көрсетілген. Десек те мектептердің жанында 1 мен 30 маусым аралығында жұмыс жасайтын мектеп лагерлеріне осы аталған санаттағы балалардың 200-нен ата-аналарынан өтініштер келіп түсті. Бұл балалармен тиісті жұмыстар атқарылуда. Көп балалы аз қамтамасыз етілген отбасынан шыққан балалардың жазғы сауықтыру демалысына жергілікті бюджеттен 212 миллион 201 мың теңге қарастырылып, мемлекеттік сатып алу басқармасы арқылы конкурсқа берілді. Оның ішінде қала сыртындағы лагерлерде 3600 баланы демалдыруға 151 миллион 858 мың теңге. 62 мектептің жанындағы лагерлерде 13410 баланы бір мезгіл тегін тамақтандыруға 60 миллион 344 мың теңге. Мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес, ағымдағы жылдың 3 мамыр күні жарияланған конкурстың 1 және 2 лот жеңімпазы ретінде Еламан фирмасы Жуалы ауданындағы Берқара сауықтыру лагері болып танылды. 18 мамыр күні 82 миллион 125 мың теңгеге 1947 баланы демалдыруға келісім шарт жасалды. 69 миллион 723 мың теңгені құрайтын сомаға 1653 бала сауықтырылады деп көрсетілген 3 лотқа ешқандай мердігер қатыспады. Осы орайда білім бөлімі қала маңындағы сауықтыру лагерлеріне шақыру қағаздарын беру арқылы 1653 баланы Жамбыл ауданы Жасөркен ауылдық округіндегі орналасқан Рауан балаларды сауықтыру лагерімен келісімшарт жасады. Бүгінгі күнде бірінші кезеңде Рауан лагерінде 313 бала, Берқара лагерінде 451 бала демалуда. Білім бөлімі тарапынан құрылған комиссия мүшелері, яғни білім бөлімінің қызметкерлері, Тараз қалалық мәслихатының депутаты, ата-аналар комитетінің төрағасы, мектеп директорлары, директордың орынбасарларының қатысуымен Берқара лагерінің оқушыларды қабылдау дайындығына зерделеу жүргізілді. Аталған лагер аумағында актеп сырлау, жарықтандыру, көгершіктендіру мен тазарту, жатын бөлмелердегі тұрмыстық қолданыстағы заттарды қалпына келтіру жұмыстарын толық атқармай, жұмысты бастау бойынша СЭС-тің ұлттық сараптама орталығының қорытынды анықтамасы алынбаған болатын. Осы себептен лагердің ашылу кезеңі 12 маусымға дейін шегерілді. 5 маусым күні мектеп жанындағы лагерлердің ашылуы салтанатты түрде өтіп, көгалдандыру үйірме жұмыстармен бастап кетті. Іс-шаралар жоспарына сәйкес әр күн атаулы тақырыпта өтуде. Мысалға, спорт күні саябаққа саяхат, орталық мұражайға таразым атты экскурсиялармен өтуде. Сондай-ақ сиқырлы жаз, бизнеске жол бастау, ойын күні, маска шоу, 2 жұлдыз байқау іс-шаралармен театр, кинотеатрға бару, бір сөзбен оқушылардың жазғы демалысын қызықты есте қалатыны етіп өткізу болып отыр. Осы мақсатта 1300-ге жуық педагог 2 кезеңде мектеп жанындағы лагерлерде жұмыс істеп келеді. Олардың барлығының медициналық тексеруден өтуі,
лагерь жұмысына дайындығы мен жұмыс жоспарларының болуы, лагерь бөлмелерінің безендірілуі мен ата-аналар тарапынан өтініштердің болуы, тағы да басқа жұмыстары білім бөлімі тарапынан зерделеніп, бақылауда ұсталып отыр. Атқарылған жұмыстар бойынша әрбір мектеп іс-шараларды Instagram, Facebook, әлеуметтік желілерінде орналастырып, және де 4-5 мектептің жұмысы Жамбыл телевидениесі мен Тараз 24 телеарналарында көрсетілді. Баяндамам аяқталды, сұрақтарыңызға дайынмын. Рахмет. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Енді кеше тұрақты комиссияның отырысында Раушан Пернешқызы барлық ұсыныстарды, тілектерді, сұрақтардың бәрі қойылды, айтылды, сол жерде. Енді жалпы алғанда мектеп жанындағы лагерлерде мәселе бола қоймас, бірақ мынау сырттағы, қаланың сыртындағы орналасқан екі сауықтыру орталығы бойынша мәселе де, ұсыныс та, тілек те өте көп. Сондықтан кешегі айтылған мәселенің бәрін бақылауға алып, ары қарай жұмыс жүргізу керек деп ойлаймын. Жақсы, отыра тұрыңыз, отыра беріңіз. Қосымша баяндама жасау үшін сөз комиссияның төрайымы, мәслихаттағы Абдинова Эльмира Елеусізқызына беріледі. Лагерлерінің жұмысын зерделедік. Жылдағыдай биылда әлеуметтік аз қамтылған көп балалы отбасы балаларының жағдайы ескеріліп, сонымен қатар білім озаттары мектеп жанындағы лагерлерде тегін демалуына мүмкіндік қарастырылған. Тегін тамақтанатын мектеп жанындағы лагерге бір балаға күніне бір мезгіл орта есеппен 450 теңге, қала сыртындағы лагерлерге 3515 теңге қаралған. Балалардың жазғы демалысы екі бағытта жүргізіледі. Бұл бірінші кезең және екінші кезең. Енді жалпы біз 14 мектепті және қала сыртындағы Берікқара сауықтыру орталықтарының жұмыстарын зерделеген болатынбыз. Соған байланысты мектеп жанындағы лагермен қамтылған балаларға берілетін ас мәзірі жасалынған, тамақтанатын орындар таза, тамақ сапасы жақсы. Лагерге жауапты қызметкерлер мектеп директорының бұйрығымен бекітілген және оларда арнайы нұсқаулықтармен таныстырылған. Техника қауіпсіздігі ережелері де сақталған. Тиісті қызметкерлер техника қауіпсіздік таныстырылып, медициналық көмек көрсету бойынша талаптар сақталған. Алғашқы көмек жинағы талапқа сай ауыз су режимі ұйымдастырылған. Лагерлерде күн тәртібі жасалған. Лагермен қамтылатын балалардың тізімдері толық бекітілген. Балалар ойынын ойнайтын алаңшалар талапқа сәйкес жабдықталып, техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау журналы да күнделікті жүргізіледі. Лагердегі өрт қауіпсіздігі талаптары сақталған, өрт сөндіру баллондары қайта зарядтаудан өткен, эвакуация жоспары жасалған. Көптеген осы мектептегі біз көптеген үйірмелердің жұмыс жасайтындығын зерделедік. Соның ішінде айта кететін 7-ші, 41-ші, 55-ші мектепте балалардың демалыс орындарын безендіру жұмыстары жақсы жүргізілген. Әрине жұмыс болғаннан кейін кемшіліктер болады. Енді сол кемшілікке тоқталып өтсек. Ибраим Сүлейменов атындағы номер 37-ші орта мектебінің асханасы апаттық жағдайда ғимарат санитарлық және құрылыс нормаларына сәйкес келмейді. 16-ші мектептің тамақтанатын орында ыдыстардың тазалығы сай емес, 21-ші мектептің су крандарында ақаулықтар анықталды. 4-ші, 31-ші, 16-ші мектептердің нормативті құжаттары толық емес. Соның ішінде 16-ші мектепке тоқталып өтетін болсақ, номер 16-ші орта мектеп бойынша Қарлығаш мектеп жанындағы лагердің ашылу туралы және жауапты тұлғаға жауапкершілікті жүктеу туралы бұйрығы дұрыс шығарылмаған және лагерге жауапты қызметкерлер бұйрықпен, нұсқаулықпен таныспаған. Мектептердің нормативті құжаттары ескіріп кеткен, толық емес. Нормативті құжаттар салынған папкалардың біраз уақыт бойы ашылмаған және ешкім көрмегенін, шаң басып кеткенін көріп, біз ескерту жасасақ та, ол кезде сол шаң сүрту жұмысы жүргізілмеді. Техника қауіпсіздік ережелері сақталғанмен, тиісті қызметкерлер техника қауіпсіздік ережелерімен таныстырылмаған.
Мектеп жанындағы лагерь жұмысының жағдайлары төмен деңгейде бола тұра номер 16 орта мектебінің директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Сандуғаш Орысбекқызы өзіне тиісті жұмысты тіпті көрсете алмағандығына қарамастан лагерь жұмысын зерделеуге келген Тараз қаласы мәслихат депутаттарына дөрекілік көрсетіп, құжаттарын лақтырып, сөз таластыруға дейін барды. Енді Берікқара қала сыртындағы лагеріне келетін болсақ, бұл Берікқара қала сыртындағы лагерінде қауіпсіздік шаралары сақталмаған, қақпа алдында ешқандай күзет жоқ, оқушылардың қауіпсіздігін қорғау сақтау мақсаты ұйымдастырылмаған, ешқандай құжаттармен таныса алмадық, себебі құжаттардың барлығы қалалық білім бөлімінде екендігі туралы ақпарат алдық. Тәрбиешілер мен балалардың тізімінде біз барған кезде енді дайындалып жатқанға куә болдық. Медициналық көмек көрсету бойынша да талаптар сақталмаған, бөлмелерде қажетті дәрілік заттар болмады, балалардың қолын жууға су сабындарда қойылмаған, өрт қауіпсіздік талаптары да сақталмаған, өрт сөндіру баллондары жоқ, лагерь аймағындағы тазалық жұмыстары жүргізілмеген, тәлімгерлермен еңбек шарты жасалғанымен толық толтырылмаған, қол қойып мөр басылмаған. Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының Тараз қаласы білім бөлімінің басшысы Раушан Пернешқызы Қожамжароваға ұсынысын. Бірінші, Жуалы ауданындағы Берікқала балаларды сауықтыру лагері бойынша көтерілген сын ескертпелерді жою үшін тиісті шаралар қабылдау. Екінші, Карбышев атындағы номер 16 орта мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Сандуғаш Орысбекқызына қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне жүктелген міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін тәртіптік жаза қолдану. Өз өкілеттерін асыра пайдаланған үшін 2023 жылдың 1 маусымында номер 713 бұйрықпен Тараз қаласы білім бөлімі тарапынан құрылған балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру жұмысын зерделеу туралы комиссия құрамынан алып тастау. Менің баяндамам аяқталды. Назар қойып тыңдаңыздар. Рахмет. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса отыра беріңіз. Бақытжан Әмірбекұлы, кеше тұрақты комиссияның отырысында бұл мәселе қаралды, зерделенді. Енді мен ойлаған едім, 16 мектепке байланысты келгеннен кейін осы жерде мектептің директоры да қатысты, орынбасары да қатысты. Мынау жіберген кемшіліктердің несін атап өтемін дедім, ондай емес, ол қайта наоборот біздің барған мәслихаттың депутаттарын кінәлап сондай бір немен шықты. Сондықтан да мына жерге не только мектептің тәрбие жөніндегі оқу орындаусыз, мектептің директоріне де білім бөлімі тарапынан шара қабылдау мәселесін қарастыруды қосуды ұсынамын. Өйткені кеткен кемшіліктердің бәрін барып отқан екі мектептің директоры барып отыр. Ол кісілер, мен айттым, ол кісілер мектептің директоры емес, мәслихаттың депутаты ретінде барып отыр. Білім саласында атқарып отқан азаматтар барып отыр. Олардың барлық айтқандары дұрыс емес деп, осы жердің өзіне келіп бізге салғыласуға шықты. Сондықтан да шара қабылдауды біз мәслихаттың сессияның шешіміне енгізсек пе деп отырмыз. Екінші, Берікқара мәселесі бойынша кеше осында атқарушы директоры келіп қатысты. Осы жердегі депутаттар тарапынан қойылған сұрақтардың ешқайсысына ол азаматтар жауап бере алмады. Өйткені кемшіліктер өте көп. Рауан лагері бойынша біздің депутаттар ойға барып үлгерген жоқ. Сондықтан да мен төраға ретінде ұсынысым, мәслихаттың шешіміне не қылсақ, біз осы алдағы аптада тағы да біз осы қала сыртындағы екі лагерді тағы бір зерделеп қарап шықсақ жұмысын. Өйткені ол балалардың қауіпсіздігі керек бізге. Біріншіден, балаларымыз, біз қаланың балалары жерде демалып жатыр, сауықтыру ұйымдастыруы біздің немізге, көңілімізге қонбай отыр. Сондықтан шешімге солай ұсыныстар енгізсек деген біз ойдап отырмыз. Болдыңыз ба? Осы екі мәселе. Жақсы, рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті депутаттар? Бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе өте өзекті мәселе. Балалардың демалысын ұйымдастыру. Жаңағы орын алған кемшіліктер бойынша. Жаңағы бүгінгі протоколға енгіземіз деп отырсам, мен қолдаймын. Жұмыс болған соң жаңа баяндамада айтылды, кемшілік болмайды емес болады, бірақ сол кемшілікті мойындай білу, сол кемшіліктерді жоя білу әр басшының міндеті. Енді жаңа мектептің директорының орынбасары тәрбие бойынша енді ол кісінің жаңағы іс-қимылына біз баға береміз.
бұл мәселені мен өзіміз қараймын, жеке бақылауыма алам. Мынау, мен айтайын дегенім, мынау қаланың сыртындағы лагерлер бойынша. Берқара демалыс орнына мен осы маусым басталмай жатып, мынау мемлекет сатып алу конкурс нәтижесі шыққаннан кейін өзім барып көрдім. Бұл айдың басында болатын. Сонда көптеген кемшіліктер анықталды. Сіздер кешеде барып өздеріңіз танысқанда өздеріңіз көрген шығарсыздар. Енді мен қазір мынау суреттерді қарап отырмын. Ол жағдай көп өзгерген, жақсы жағына. Бірақ бұл жерде бір көңіл аударатын бір мәселеміз бар. Биыл жаңа Раушан Пернешев өзінің баяндамасында айтты, мына конкурс өткізген кезде. Конкурс қатысатын мердігерлердің ішінде бәсекелестік жоқ. Оған көңіл аударуымыз керек. Аталған жұмысқа, мысалы біз конкурс жариялаған кезде, балалардың демалысын ұйымдастыруға бар жоғы конкурсқа қатысқан 2 компания. Онда да бір лот бойынша мүлдем бірде-бір компания қатыспаған. Меніңше ойландыратын нәрсе. Бұған негізгі 2 себеп бар деп ойлаймын. Негізгі. Біріншіден, біздің Тараз қаласының аумағында, жақын аймақтарда осындай балалардың демалысын ұйымдастыратын демалыс орындары жоқ. Екінші мәселе, қаражаттың көлемі әр балаға бөлінетін. Жаңа баяндамада айтылды, біз биыл 3515 теңге әр балаға бөлдік сыртқы демалысында. Біз осы балалардың демалысын ұйымдастыру мәселесін бәрі нарыққа беріп отырмыз, солай ғой? Нарыққа беріп отырмыз. Бірде-бір мемлекеттік қазір демалыс орны жоқ. Нарықтық бәсекелестік ортаға беріп отырмыз. Ол дұрыс. Бірақ сол нарықтық талапқа өзіміздің сай келмей жатқан себебіміз біріншіден. Біз бөліп отқан қаражаттың көлемі. Мен осы мәселені жан-жақты зерделеп қарадым. Әр балаға бөлінетін қаражаттың көлемі. Бәсекелестіктің жоқтығы. Бұның барлығы осы балалардың демалысының қаншалықты сапалы, жоғары деңгейде өтетіне тікелей байланысты мәселелер. Осы мәселені біз қарастыруымыз керек. Мемлекеттік лагерлерді қайта құру қажет па деген сұрақ болды. Жан-жақты зерделедік. Біздің ойымызша ол қайта құрудың қажеттілігі жоқ. Себебі ол лагерлерді басқа уақытта, жыл бойы, басқа бос тұрады. О жерде штат болады, о жерде коммуналдық төлемдер болады. Басқа мақсаттарға пайдалану, коммерциялық мақсаттарға пайдалану мүмкіншілігі болмайды. Сондықтан бұл өзін-өзін ақтамайды. Мен жаңа айтып отырмын, біз бұл мәселенің бәрін нарыққа бергендіктен, бәсекелестік ортаға бергендіктен осы бағытта жұмыс жасауымыз керек. Өкінішке орай, бізде осы балаларға дұрыс деңгейде мына заманауи жабдықталған арнайы бір бағдарламасы бар балаларға арналған. Тұрақты штаттық жұмысшылары бар компания жоқтың қасы. Сондықтан осы мәселеге біз көңіл аударуымыз керек сияқты. Жаңағы айтылған 2 демалыс орны, екеуі де былай қарағанда тікелей бәсекелестіксіз тікелей келісімшарт жасап отырмыз. Себебі мемлекеттік сатып алу конкурсын біз өткізгенбіз. Конкурсқа жаңағы бір лотқа мүлдем ешкім қатыспаған, 2 лотқа бір ғана компания қатысқан. Бәсекелестік жоқ. Бәсекелестік болмағандықтан оның ертең атқаратын қызметінің сапасына тікелей әсерін етеді. Әрине, бұл жердегі біздің тарапынан мынау мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізген кезде талаптың қойылуы. Мен осы Берқара лагеріне мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізгеннен кейін бардым. Сонда мемлекеттік сатып алу конкурсының нәтижесімен жаңа осы Берқара демалыс орны жеңімпаз болып табылғаннан кейін, бірақ ол жерде ол мүлдем ол кезде дайын емес еді.
әлде кемшіліктер бар. Сондықтан бұл үлкен мәселе алдыға қойып жатқан. Негізгі біздің алға қойған мәселеміз мынау балалардың демалысын жылда ұйымдастыратын, жылда жасайтын жұмысымыз ғой біздің. Бұны басқа дұрыс, басқа жоғары деңгейге шығаруымыз керек. Мына қалыптасып қалған форматтан біз кетуіміз керек. Әрине, бұның барлығы қаржыға тікелей байланысты. Егер біз бәсекелестік ортаға бердік, нарықтық ортаға бұл қызмет түрін бердік деп шешсек, онда біз нарықтың тәртібімен жүруіміз керек. Бұл тек қана қаражат қана бөліп қою мәселесі емес. Бұл біз тапсырушы, беруші болғандықтан, бұл атқаратын қызметтің сапасының стандартын көтеру біздің міндетіміз. Бірінші кезекте біз осы техникалық негіздемелерді дайындаған кезде балалардың демалыс уақытын жаңағы қалай өткізеді, арнайы бағдарламалар болады. Соның барлық стандартын біз басқа жаңа деңгейге көтеруіміз керек. Соған байланысты қаржысын бөлуіміз керек. Сонда бәсекелестік ортаға беруге мүмкіндік болады. Ол біріншіден жоғары стандартпен, талаптармен қамтамасыз ету керек, екіншіден қаржымен қамтамасыз ету керек. Сонда балалардың демалысын жоғары деңгейде балаларға қызықты және пайдалы өткізуге мүмкіндік жасаймыз. Бүгін алдымызға қойып отқан мақсат осы. Барлық айтылған сын-ескертпелердің барлығы әрқайсысы бойынша біз жұмыс жасаймыз. Бірде-бір сын-ескертпе қараусыз қалмайды. Оның ішінде жаңа аталып өткен біздің мамандардың, оның ішінде жаңа жай маман емес, мектеп директорының орынбасарлардың іс-қимылы біздің көңілімізде болу керек. Жаңа мына мектеп қасындағы лагерлер бойынша енді техникалық жағдайларға байланысты енді ол түсінікті. Онымен келісуге болады. Бірақ ыдыс аяқтың тазалығы сақталмаған, шаң сүртілмеген деген нәрселерге жол беруге болмайды. Оған тікелей жауапты адамдар жауап беру керек, өз міндетін орындау керек. Оған бақылауды күшейту керек. Жақсы, рахмет. Рахмет, Бақытжан Аманбекұлы. Дегенмен де ана жаңағы мектеп директорының орынбасары артынан сол барған мектептің директорының мектебіне барып зерделеу жұмыстарын жүрген, сол себепті біз наказание берсін деп отқанымыз сол. Балалардың сауықтыру мәселесі үлкен мәселе, түсінгеніңізге рахмет. Бірақ дегенмен де кешегі депутаттардың айтқан мәселесі бойынша дәрігерлермен қамтамасыз ету мәселесі, кезекші автокөліктермен қамтамасыз ету, ешқандай емханамен келісім шарттарының жоқтығы, кадрлар мәселесі барлығы кеше тұрақты комиссияның отырысында көтерілді. Сондықтан біз мәслихаттың шешіміне қосамыз, оның барлығын түгелде толықтырып, сөйтіп жібереміз деп отырмыз. Келесі аптада тағы да бір қарап зерделеп шығамыз. Қосыңыздар, міндетті түрде қосыңыздар. Міндетті түрде қосамыз деп отырмыз. Мен енді жоспарымда Берікқараға ертең барам деп жоспарлап отырмын. Мынау біздің білім бөлімі бар, одан кейін спорт бөлімі бар. Біз арнайы бағдарлама дайындадық. Осы жазғы уақытта бізде мынау сыртқы жаңағы Берікқара мен Рауан лагерлерінде 6-7 маусым болады. Біз арнайы бағдарлама дайындап отырмыз. Осы екі бөлім ертең мына Берікқараға бірінші рет барады. Ол жерде балалардың арасында спорт ойындары, одан кейін біздің мына кітапханаларды біз сол жерге жұмысқа тартып отырмыз. Конкурстар, сурет салу конкурс. Тек қана мынау сол қызмет атқарып, қызмет көрсетіп отқан лагердің бағдарламасын ғана пайдаланып отқан жоқпыз. Біздің өзімізде басқа мүмкіншіліктерді осыған тартып отырмыз. Барлық ұсыныстарыңыздан ескертпелеріңізді шешімге қосыңыздар, біз жұмыс жасаймыз. Берікқара лагерінің басшысы келіп отыр екен, айтатын қосатыныңыз бар ма? Кешегі атқарушы директорыңыз барлығын естіп кетті осы жерде. Қандай кемшіліктер бар екен, ешқандай емханамен сіздердің келісім шарттарыңыздың жоқтығы, кезекші автокөліктің жоқтығы, ана жерде ненің кезекшіліктің ешқандай ұйымдастырылмаған туралы көптеген нәрселер айтылды, кеше естіді. Врач, терапевт дейді, ондай болмайды. Балалар болғаннан кейін ол жерде балалар несі дәрігері болу керек, балалардың денсаулығына қарайтын. Или врач общей практики. Сондықтан сол кемшіліктердің барын біз енді хаттамамен береміз, соның барын жою керек тез арада. Өйткені біздің балалардың демалысы. Келістік па? Басқа қосарыңыз бар ма?
Жоқ, жақсы отыра беріңіз. Рауанның басшысы келді ма? Келген жоқ па? Онда Рауанға қосымша зерделеу жұмыстарын жүргізесіздер. Так, құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Айтылған ескертпе кемшіліктердің барлығын қосып, толықтырылып қабылданады деген ойдамыз. Сондықтан шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті төраға, осы сұрақ бойынша менде бір ұсыныс бар еді. 3600 бала демалады екен қаланың сыртына, құрметті Бақытжан Әмірбекұлы. Оларға 3515 теңгеден бөлінеді екен. Барлығы 12.654.000 болады. Әрине оған екі жаңа өзіңіз айтып отқаныңыз орынды. 2,5 болмаса 3600 бала салу үшін миллиардтаған қаражат керек. Оның жылдан содержаниясы бар, жаңағы штатный расписаниясы бар, жұмысшылар бар. Бірақ енді біз өткенде жерде комиссия болып, әрине бұны жаңағы конкурентный средаға бергеннен кейін бағасын көтеру керек сияқты. Өйткені біз өткенде жерде комиссия болып иттерді ұстайтын жерге шықтық. Ұмытпасам 5260 теңге бір итке бөлінеді екен. Сонда біздің қоғамда Неге бөлінеді? бір иттің содержаниясына. Сонда біздің қоғамда бала иттен төмен тұрғаны ма? Осы мәселені кішкене көңіліңізге алсаңыз. Жақсы, енді ол қарастырылады. Рахмет аға. Жаңа ұсыныс айтылды ғой. Қайталанбай-ақ қояйын. Мәселені мен жаңа айтып кеттім ғой. Аса бірақ бұл жерде біріншіден біз осы балалардың демалысын жылда өткізіп жүрген іс-шарамыз. Сондықтан нақты жаңағы арнайы стандартын бекітуіміз керек. Осы стандартқа сәйкес одан кейін талап қоя білуіміз керек. Оның қаржы мәселесі де, одан кейін ол конкурсқа да бәрі сол стандартқа сай болу керек. Бүгін ол стандарт жоқ. Енді жаңағы нарық туралы мен айттым, мен осында отырған азаматтардың бәрі кездесетін шығар. Бәсекелестік нарықтық ортаға бердік па, сол нарықтық заманның, нарықтың тәртібімен жүруіміз керек, талабына сай келуіміз керек. Жақсы, рахмет. Құрметті депутаттар, күн тәртібінің келесі мәселесін қарауға көшеміз. Тараз қаласының бірқатар құрамдас бөліктеріне атау беру және қайта атау бойынша ұсыныс енгізу туралы. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұл мәселе 2023 жылдың 7 маусымы күні Тараз қалалық мәслихатының заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс жасау жөніндегі тұрақты комиссиясының көпшілік тыңдауы өткізілді. Кеше тұрақты комиссияның отырысында бұл мәселе жан-жақты талқыланды. Сондықтан да бар ма необходимость, чтобы басшысын шығаруға? Жоқ па? Онда дауысқа қоям. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Түсірейік. Кім қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесі. Тараз қалалық мәслихатының 2016 жылғы 28 қыркүйектегі нөмірі 9-5 Тараз қаласында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсалған шығындарын өндіріп алу мөлшерін және тәртібін айқындау туралы шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесі. Тараз қаласы бойынша 2023 жылға арналған кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең төмен мөлшерін бекіту туралы сөз Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын үй қатынастары бөлім басшысының міндетін атқарушы Молдағазы Нұрбек Мақұлбекұлына беріледі. Саламатсыздар ма? Құрметті Кенжебек Мамышбайұлы, Бақытжан Әмірбекұлы, құрметті депутаттар және сессия қатысушылар. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңының 10-да 3-ші бабына сәйкес республикалық маңызы бар қалалардың, Астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті өкілді органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асырады. Сондай-ақ кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең төменгі мөлшерін бекітілсін. Осыған орай Тараз қаласы бойынша кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең төменгі мөлшері 1 шаршы метр пайдалы алаң үшін 29 теңге етіп бекіту ұстанылып отыр. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең төменгі мөлшері Қазақстан Республикасы
индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 20 жылы 30 наурыздағы номер 166 бұйрығымен бекітілген кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең төменгі мөлшерін есептеу әдістемесіне сәйкес есептелген. Әдістемеге сәйкес әр үйге эксплуатациялық мерзіміне соғылған жылын және үйдің классына сай ескере отырып жеке дара есептеулер жүргізілді. Сонымен қатар кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең аз мөлшері осы салада жұмыс атқарып жүрген ұйымдардың кемінде 3 коммерциялық ұсынысы негізінде міндетті жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құнынан қалыптастырылады және әдістемеге сәйкес 1 жыл қолданылады. Қайта есептеуді инфляцияны ескере отырып жергілікті атқарушы органдар жүргізеді. Жамбыл облысы бойынша инфляция деңгейі 28% құрайды. Кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең төменгі мөлшерін бекіту үшін келесі мекемелер мен ұйымдар келісімдер сараптамалық қорытындылар алынған. Атап айтқанда Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы ғылыми сараптамалық орталығынан, Тараз қаласы қоғамдық кеңесінен, Жамбыл облысы Атамекен кәсіпкерлік палатасынан және Тараз қаласы әкімінің жанындағы кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңестен ұсынылған тарифті басқа қалалардан ең төменгі мөлшермен салыстырмалы түрде бағалау үшін айта кетсек, мысалы Астанада 57 теңге, Семейде 38 теңге, Қостанайда 32-де 47 теңге, Қонаевта 63-те 2 теңге, Өскеменде 33 теңге. Сонымен қатар жоғарыда көрсетілген сіздерден кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең төменгі мөлшері етіп 29 теңгені көлемінде бекітуді ұсынамыз. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма Нұрбек Мақұлбекұлына? Жалпы басқа қалаларда жоғары екен, бізде осы жеткілікті ме айту, есеп жаңа өздеріңіз нелеріңіз бойынша шығып отыр? Назбюро арқылы бұл есептелген. Барлық құжаттамалары бар, сұрақтарыңыз жоқ па? Жақсы, рахмет, отыра беріңіз. Онда, құрметті депутаттар, дауысқа қоям. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Түсіріңіздер. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселені қарауға көшеміз. Тараз қаласы бойынша шетелдіктер үшін 2023 жылға арналған туристік жарна мөлшерлемелерін бекіту туралы сөз Тараз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімінің басшысы Алтай Айдынға беріледі. Құрметті Бақытжан Нұрбекұлы, құрметті мәслихат депутаттары. Жалпы мынау шетелдіктер үшін туристік жарнаны төлеу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының үкіметінің 21 жылғы 5 қарашадағы 787 қаулысына сәйкес Тараз қаласы бойынша шетелдіктер үшін 23 жылға арналған туристік жарна мөлшерлемелерін бекіту туралы шешім жобасын Тараз қалалық мәслихатына ұсыныс беріп отырмыз. Үкімет қаулысының 8 тармағына сәйкес туристерді орналастыру орындарда шетелдік туристер саны өткен күнтізбелік жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда артқан жағдайда шетелдіктер үшін туристік жарнаның мынандай мөлшерлеме қолданады. 20% одан да жоғары болу құнының 5% мөлшерінде белгіленеді делінген. Статистикалық деректерге сәйкес 22 жылы шетелден түскен туристердің саны 2171 адамды құрап, 21 жылмен салыстырған кезде 171%-ға бізде өсіп отыр. Сондықтан Тараз қаласы бойынша жатақханаларды, қонақ үйлерді, жалдамалы тұрғын үйлерді қоспағанда шетелдіктер үшін туристік жарна мөлшерлемелері 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда оларды орналастыру орындарында тәулік бойына тәулігіне бөлу құнының 5% ұсынылады. Шешім жобасы барлық құзыретті органдарының келісімі алынып ұсынылды. Құрметті депутаттар, Алтай Айдынға сұрақтарыңыз бар ма? Барлық нелермен келісілген құжаттарының барлығы бар. Дұрыс па? Заң аясында? Заң аясында. Жақсы, отыра беріңіз. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Қолдауларыңызды сұраймыз. Кім қолдайды? Түсірейік. Кім қарсы? Қалыс жоқ, шешім қабылданды.
Күн тәртібінің келесі мәселесі Тараз қаласы әкімдігінің дербес құрамына келісім беру туралы Тараз қалалық мәслихатының 22 жылғы 4 ақпандағы 12-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям, кім қолдайды? Сүріңіздер. Қарсы жоқ, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Келесі мәселесін қараймыз. Бүгін жер учаскелеріне құқық беру жөніндегі комиссияның құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 22 жылғы 23 қыркүйектегі 19-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсіріңіздер. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесі Тараз қалалық аумақтық, округтық және учаскелік сайлау комиссияларының кейбір мүшелерін босату туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, кезекті 4-ші сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер қалады. Сессияның жүргізу тәртібі бойынша ескертулеріңіз бар ма? Жоқ болса, сессияның жұмысын жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Құрметті әріптестер, депутаттар, қала әкімінің орынбасарлары, бөлім басшылары, инспекторлар залда қалсын. Шақырылған азаматтар, сіздерге рұқсат. Біз келесі мәселені қарайтын боламыз.